Сәлем баршаңызға. Сіздермен Айгүл Молдағалиқызы, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте сондай жып-жұмсақ болып шығатын, сондай нәзік, дәмді болып шығатын бір рецепттен екі медовик шығатын рецепті ұсынамын сіздерге. Бұл тортты сіздер өздеріңіздің қонақтарыңызға міндетті түрде дайындап, столдарыңызға қойсаңыз, міндетті түрде қонақтарыңызға ұнайтын болады. Және де заказ алып, заказға да жасап сатуға да болады. Ең бірінші балымызды буға ысытып аламыз, қайнатпаймыз. Ысығаннан кейін барып, шай қасықпен полный с горкой деп айтады ғой, сондай қасықпен полный етіп ас содымызды салып, осылай көпірет ол. Содан кейін барып, жақсылап араластырған сайын көпірігі басылғаннан кейін барып, біздер оттан аламыз да будан, және осы сары майымызды алып араластырамыз, ерігенше майымыз жақсылап араластырып аламыз. Майымыз толықтай еріді, қараңыздар. Келесі біздер жұмыртқамызға қантымызды салып, миксердің көмегімен 2 есе көбейгенше жақсылап миксерлап аламыз. Жұмыртқалы масымыз 2 есе көбейді. Енді оған біздер жаңағы мётымызды құямыз, және де жақсылап араластырамыз миксермен. Келесі біздер масымызға ситыдан өткізілген ұнымызды салып, барлығын бірден салып жібермеңіздер, біртіндеп салыңыздар, және де осылай миксердің көмегімен араластырамыз. Және кішкене қоюланғанда мен лопатканың көмегімен араластырып алдым. Қараңыздар, осындай жақсы бір тесті пайда болды біздерде. Бұны біздер оқтаусыз пісіретін боламыз. Енді тестімізді ожаудың көмегімен қиып шықтым. Сіздер қасықпен де қиюға болады. Қиған тестімізға ситыдан өткізілген ұнымызды саламыз үстіне, және осылай қолдың көмегімен жаятын боламыз. Ұнын көп салды деп қорықпаңыздар, себебі корж өзіне керек ұнын алатын болады. Негізі қасықпен де жаюға болады, бірақ маған осылай ұнмен істеген ұнайды. Себебі тестіңіз, корждарыңыз өте сондай нәзік, үлпілдеген, жып-жұмсақ болып шығады. Сондықтан осылай қолдың көмегімен жайсаңыздар да болады. Немесе қолдарыңыздың ыңғайы келмесе, онда қасықпен жайып шығыңыз. Корждарымыздың диаметрі 22 сантиметр, 9 корж шығады, немесе 8 корж шығады. Менде 9 корж шықты. Және қызып тұрған пеште 160-170 градуста 4-5 минут пісіріп аласыздар. Бұл әрине өздеріңіздің духовкаларыңызға байланысты. Қызарғаннан кейін барып шығарып аласыздар. Корждарымыз піскеннен кейін осындай кольцоның көмегімен 22 сантиметрмен кесіп аламыз. Егер де кольцоларыңыз болмаса, онда тарелканың көмегімен, көз мөлшерімен кесіп алсаңыздар да болады. Қараңыздар, піскен корждарын сондай үлпілдеген, жып-жұмсақ, майыстырғанда сынып қалмайтын сондай жып-жұмсақ корждарыңыз шығады. Менде 9 корж шықты, немесе 8 корж шығады. 9 корждан 2 торт шығарамыз, біреуіне 5-еу, біреуіне 4-еу. Енді тортымызға кремімізді дайындаймын. Свежий завтра сливкисін қолдандым, және де осындай 3 желанияның сгущенкасын қолдандым. Осы сгущенка өте керемет, дәмі жақсы және қою. Кремға өте керемет болады. Осындай крышканы жаптым, себебі қазір миксерлағанда жан жаққа шашырамау үшін осындай тапырвайдың ыдысын қолдандым. Менде қол миксер болғандықтан ұзақтау миксерладым, себебі ұзақ қоюланады. Сіздердің жақсы миксерларыңыз болса, тез қоюланып, кремдеріңіз дайын болады. Қараңыздар, кремдеріміз өте осындай қою болып шықты, өте дәмді, пломбирный крем, мороженый сияқты. Енді қазір корждарымызға осы тортымызды жинақтаймыз. Енді тортымызды жинаймын. Подложканың астына, корждың астына мен крем кішкене жағып жібердім, себебі корждарымыз жылжып кетпеу үшін, бір орында тұру үшін. Және бұл жаңа жасаған кремдеріміз 2 тортқа жетеді. Сондықтан аямай жақсылап жақсаңыздар болады. Барлығын бір-бірінің үстіне жағып шығамыз. Бір тортқа менде 5 корждан кетті, екінші тортқа 4 коржға кетті.
барлығын жағып шыққаннан кейін барып біздер холодильникке 1 сағатқа немесе жарты сағатқа қойып қоямыз. Енді тортымыздың сыртына банағы артық қалған колечкімен кесіп алған корждарымызды блендерден өткізіп аламыз. Блендер болмаса оқтаудың көмегімен отып алсаңыздар да болады. Және де торттың бетіне қолдың көмегімен барлығын сеуіп шығамыз әдемілеп. Ортасына мен моншақ конфеттерді қолдандым. Сіздерде ягодалар әдемі етіп, әртүрлі етіп сәндеуге болады. Торттарымыз дайын болды. Өте жұмсақ, өте дәмді, өте керемет торт пломбирный медовик. Бұл рецептпен міндетті түрде дайындап көріңіздер. Қонақтарыңызға, үй іштеріне 100% ұнайтынына сенімдімін. Және лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Рахмет.